Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай түрік десертінің рецебін дайындадым. Енді жасап көрсеңіздер, өте дәмді және де көп уақыттарыңызды алмайды, өте қысқа уақытта қонақтарыңызға осындай дәмді ас ұсына аласыздар. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, жарты стакан сүт, жарты стакан ұн, қамыр қопсытқыш және бір ас қасық қант керек. Одан кейін бір жұмыртқамызға қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырғаннан кейін үстіне басқа да құрамындағы заттарды сүттен бастап ұнды және де қопсытқышты салып, бір масса алғанға дейін венчикпен 5 минуттай араластырамыз. Видеоға қарасаңыздар, қыздар, міне осындай сұйықтық болып шығу керек. Қатты қоюда емес және қатты сұйықта болмау керек. Ендігі кезекте 3 бананды алып, видеодағыдай 5 бөлікке, 6 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Видеода 3 банан түсірілгенмен мен тағы да бір банан қостым, қыздар. Сонда қамырымызға толығымен жетеді. Және де бананды таңдаған кезде міндетті түрде қатты піскен бананды таңдасаңыздар, осы тәттіге өте жақсы үйлеседі деп ойлаймын. Турап болғаннан кейін алдын ала майымызды ысытып аламыз. Ендігі кезекте, қыздар, банандарымызды қамырға аунатуымыз керек. Ол үшін мынандай таяқшаны көмекші ретінде ұстасаңыздар болады. Және де оның үстіне осылай видеодағыдай қамырымызды құйып шығамыз. Енді қызған майға дайын болған банандарымызды салып, осылай пісіріп аламыз. Мінекей, қыздар, қамырымыз қызарғанға дейін 3-4 минуттың ішінде осылай пісіріп аламыз. Мінекей, достар, артылып қалған қамырымызды осылай мен сияқты, оладьи сияқты пісірсеңіздер болады. Дәмі өте нәзік және ортасы қуыс болып пісіп шығады. Мінекей, достар, 5 минуттың ішінде десертіміз дайын болды. Қалағанымызша сервис жасасақ болады. Мен сервисті балмен жасадым. Ал сіздер қалағаныңызша үйде бар заттармен сервис жасасаңыздар болады. Мінекей, достар, ішін кесіп қараған кезде осындай көріністі көріп отырмыз. Іші толығымен банан және қамыры жұқа бір десерт болып шықты. Сіздерге менен жеңіл әрі дәмді рецептер, ал сіздерден каналға тіркеліп, лайк басып және де пікірлеріңізбен бөлісуді сұраймын. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.